Балалар, бүгін біз ноосфераның қалыптасуы және Қазақстанның ноосфера дамуына қосқан үлесі туралы ерекше форматта үйренеміз. Бұл тақырыпты жақсы түсіну үшін біз виртуалды шындықты қолданамыз. Ноосфера – адам ақылы мен ойлау әрекеті табиғатқа шешуші әсер ететін даму кезеңі. Бұл ұғым биосферадан кейінгі жаңа сатыны білдіреді. Ноосфера – бұл адамның саналы әрекеті арқылы табиғатты өзгерту кезеңі. Адам ақылы биосфераны дамытып, ғылым мен технология арқылы жаңа мүмкіндіктер ашты. Бұл табиғат пен ақылдың үйлесетін жаңа деңгейі. Ноосфера – адам жауапкершілігіне негізделген болашақ әлем. Әрқайсымыздың іс-қимылымыз табиғатты қорғауға және дамытуға үлес қосады. Ғылым мен білім дамыған сайын адам биосфераға әсерін күшейтті. Табиғатты түсініп, оны сақтап, жаңа идеялармен өзгерту арқылы біз ноосфераның қалыптасуына ғылым мен Қазақстан ғылым, ғарыш және экология салалары арқылы ноосфера дамуына өз үлесін қосты. Демек, ноосфера ақыл мен табиғаттың бірлігі. Оны дамыту әрқайсымыздың ортақ міндетіміз. Ғылым мен білім арқылы біз болашақ әлемді жауапкершілікпен құра аламыз.